Шегенің ізі. Мінезі жаман бір жас жігіт болса керек. Ешкім оны түзей алмапты. Қателігін айтқан сайын ызалана түсіпті. Бір күн әкесі оған іші шегеге толы бір жәшік беріп, маңайыңдағы достарыңмен әр жанжалдасып қалған сайын тақтайға бір шегеден қағып отыр деп табыстапты. Алғашқы күн-ақ баласы тақтайға көп шеге қағып тастапты. Келесі күндерде аз болмапты. Осы қарқынымен әлгі тақтайды толтыруға аса көп уақыт жұмсамапты. Тақтайдың толғанын көргенде әкесі оған: «Енді сол достарыңмен жеке-жеке татулас. Әр татуласқан сайын бір шегеден суырып отыр» дейді. Біраз күн өтіпті. Бір күні қараса, қағылған бар шеге суырылып біткен екен. Сонда оны сырттай бақылап жүрген әкесі баласын тақтайдың алдына ертіп әкеліп: «Балам, жарайсың» деп. Алайда мына тақтайға жақсылап тұрып қараш. Шегелерді суырғанда қалып қойған орындарын, қарайған көп тесікті көріп тұрсың. Тақта белгісіндей таза қалпында, әдемі болып қалмады. Достарыңмен төбелескен сайын арада жаман сөздер айтылады. Әр реніш сөз көңілде мына шегенің орны тәрізді, бір қарадақ қалдырып отырады. Сондықтан ешкімнің көңіліне кірбің ұялатпағайсың балам деген екен. Ұлын сабырға шақырып, өмірлік ұмытылмас сабақ ұқтыра.